басты жаңалығы. Сайлау нәтижесі белгілі болды. Қаламыздың әкімі болып Сұлтанбеков Әділбек Асқарович тағайындалды. Ағаң қала әкімі болған сенің өміріңе де әсер етеді. Сондықтан әкімнің бауыр деген атқа лайықты болуың керек. Сұлтанбек Марат, артынан ерген бауырым. Мен осы қаланың әкімі болсам, бұл біздің әулеттің әкімі. Ей, әкімнің туғанысы түрмеде отыра ма не? Әкімнің інісі? Иә, мынау қайыршы ма? Маратжан, ағаңның әкім болғаны құтты болсын. Ағасы қаланы билеп жатыр ғой, өзі қалада билесін. Иә, билесін. Сенді жаным, аңсадым. Ай, мұңға бөлініп. Осы сәт пайдаланып бір шаруа бастық та. Бас десе фамилиясы жетіп жатыр емес па? Марат Сұлтанбеков. Марат, мынау точно шанс. Гарантида. Марат Сұлтанбеков, әкім інісі. Короче, жүктер былай. Барлығынан ай сайын ақша жинап маған әкеп бересіңдер. Мырзан, осылай сауда болмады. Сәл жетпей тұр. Жігіттер түсіндірші, бұл менің еңбегім ғой. Гостиница сол кісіде деп есепке беріңдер. Гостиницаны берем дейм. Шүкір, бәрі по плану келе жатыр, Жұмыстарың әркімнің дүние мүлкін тонау ма? Сен өз талтайып жүрген фамилияның арқасында. Сен ағаң болмаса ешкім емессің, Марат. Мен фамилиямның арқасында емес, бәріне өз күшіммен жеттім. Өз күшіңмен жетсең жетпейсің бе баяғыдан бері? Бәрі сенің фамилияның арқасында, ей! Сен неге эгоист адамсың, а? Осымен расчет болдық. Ақша керек емес, жай есіміңді айтсаң болды. Москвада Бектас деген естігесің бе? Кім? Бектас. Есіңде осы? Мен бар да, еш нәрседен қорқып қатысың ба? Марқұмның қарызын ешкім мойнына алмайтын болса, мен оның жаназасын шығара алмаймын. Бір-біріңді тонап, ел болам деп ойламаңдар.